Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен Сакок Кейс арнасы және де мен Нұржау Самғат. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге қалай телефонмен жақсы видео монтаж жасауға болады, жалпы компьютерден айырмашылығы аспайтындай қалай жасайды. Бүгінгі видеода мен сіздерге сол туралы айтатын боламын. Мен жалпы қазір өзім сол программамен жасап жүрмін монтажды, өйткені менде қазір компьютер жоқ, сабақта болғандықтан мен басқа жақтамын, менде қазір ноутбук жоқ. Сондықтан мен телефонмен видеоны монтаждап отырмын қазірдің өзінде. Енді мен сіздерге бүгін монтажды қалай телефонмен өте жақсы монтаж жасауға болады, соны көрсететін боламын. Ол үшін сіз KineMaster Pro деген осы бір керемет программаны жазып алыңыз. Бір жақсы бұның значогы қара және де бұның значок шығып тұрмайды, яғни үстінде KineMaster Pro деп дейме, сол короче значок шығып тұрмайды. Бұның бір жақсысы сол. Кірген кезде сізде осындай менюда пайда болады, яғни сіздің видеоларыңыздың сохранить етіліп тұрады. Енді кіргеннен кейін нерден плюсты басамыз. Плюсты басқаннан кейін пустой проект дегенді басамыз. Пустой проект басқан сізде осындай меню пайда болады, яғни Sony Vegas сияқты бұл программа өте керемет, айырмашылығы жоқ десем де болады достар. Енді мына үстінде медиа браузер деген болады. Соны басасыз. Достар, сізге ескерту, егер де сіз видеоңыз, яғни видеоңызды қалай айтсам болады, флешкаға түсірмеңіз. Флешкаға түсірсеңіз, ол обязательно мінекей мынау сияқты импорт, яғни телефонға көшіріп тұрады ол. Міне қараңыз, мысалға мына видео, мінекей осындай шығады. Разрешение клипа 1920. Короче, бұны телефонға жасау керек, яғни телефон памятіне. Мінекей мынау уже мен істеп қойдым, конверт, яғни сразу ашылады. Бұл жаңа мен әдейі сіздер үшін жасап қойған видеом, өте қысқа уақытта осы бір қысқа видеоға қалай керемет монтаж жасаймын, соны айтатын боламын достар. Так, ендеше кеттік. Ең бірінші видеоны көрейік. Салам алейкум жеги. Алейкум ассалам. Салам алейкум жеги. Жалпы осындай видео. Енді мән бермей қойыңыздар, видео не сөз, не сөз деп мәңгітім керегі жоқ. Енді мен сіздерге басты жағдай көп ютуберлар іздейтін бұл видеоны қалай қиямын. Соны айтып кетейін, видеоның үстінен басасыз. Видеоның үстінен басқаннан сізде мына жерде осындай меню пайда болады. Осы жерде мінекей бірінші қайшының суреті тұрады. И образец слева от точки воспроизведения. Яғни егер де сіз осыны бассаңыз, оң жағы қиылып кетеді вообще. Яғни белгілеп алған жеріңізден. Сіз жалпы разрезать в точке воспроизведения дегенді басыңыз, ол ортасына қиып тастайды. Және де мына жерден тағы да қиып тастауыңызға болады. Так, мен сізге көрсетейін. Қиып тастайсыз, сосын ортасында керек емес жерде мына жерде удалить деген жер бар, сонымен удалить етеміз, болды. Мінекей қараңыздар енді. Салам алейкум ассалам. Жалпы осылай қосылып кетті. Жарайды, бізге бұл маңызды емес. Тағы да басайық, видеоның жалпы качество жағынан көрейік. Мына жерден артқа қайтаруыңызға болады. Осы екі жерде керемет артқа қайтару және де алға қайтару деген точка бар. Енді қайтадан біз орнына әкеліп тастадық видеоны. Енді тағы да басайық, келесі танысайық. Мына бір төрт бұрышты не нәрсе? Төрт бұрышты жалпы сіз картинка қойған кезде қозғалатын нәрсе бұл достар. Яғни қозғап, былай қозғалып кетеді. Sony Vegas'тағы сияқты осылай қозғалу деген сияқты. Бұл жалпы бұған білмеймін, мен шын айтайын, өзім енді үйреніп кеттім, сізге білгенімді көрсетейін. Яғни осылай қозғап қоясыз, мысалы осындай жерде көрсеткізіп қойыңызға болады. Маған бірақ полный экран нормально, осылай қоя беремін. Маған осылай ыңғайда. Енді қойғаннан кейін тағы да басайық. Келесі бізде осындай дауыс тұрады. Дауыста бұның ішіндегі, яғни дауысын қатты қойыңызға, егер дауысыңыз ақын шықса, осымен қатты қойыңызға болады. Салам алейкум жеги. Алейкум ассалам. Осылай дауысыңызды қатайтасыз. Қатайтқаннан кейін енді мына кезде графика клипа деген болады. Бұл жалпы мысалға уведомление дейме, сондай нәрсе сияқты. Мысалы сіздің атыңыз шығып тұрады, солар осындан жасауға болады. Мысалға эффектлер, міне керемет эффектлер бар. Мысалы мынандай қойыңызға болады. Так, достар, кешірім сұраймын. Мінекей осындай мысалы әртүрлі нәрселерді қосуыңызға болады. Мінекей осылай кіріп кететін тексттер бар. Мынаден түсін таңдайсыз өзіңіз. Қандай түс керек қажет сізге? Мынандай мысалы қызылға жасайды. Мінекей қызыл мен не істеп тұр? Енді текст название дегенге өзіңіздің текстіңізді жазасыз. Өзіңіздің жеріне аман таңдайсыз ғой. Мінекей мынаден өзіңіз шрифт таңдайсыз. Керемет шрифттарын да қарап отырсаңыздар, міне маған осы ұнайды, өзіме осы ұнайтын шрифттардың бірі. И давай таңдап алайық. Так,
что-то біздің телефонымыз завистап қалды ма, сондай бір нәрсе бар достар. Енді мінекей вот шрифт өзгерді. Енді мысалға мен жазамын Sako KZ. Мұнда барлығы бас әріптермен жазылады. Бұл шрифтке байланысты. Яғни мен шрифтім бойынша бұл осылай, яғни ортасынан пайда болады. Бум етіп пайда болатын керемет нәрсе бұл. Бум. Салам алейкум жеги. Алейкум ассалам. Көріп тұрғандарыңыздай осындай спец эффекті десем болады. Енді тағы не жасауға болады? Тағы да басайық. Nerede управление скорс. Скорсты қатайту мысалы 1-2, бұда қатты скорс тездетпейді. Салам алейкум жеги. Алейкум ассалам. Осылай ғана. Ал енді управление скорсты төмен түсіп тастасаңыз, ашы ол өте жай істейді. Салам алейкум жеги деп. Салам алейкум. Короче, осылай оның максимники осы жерде өзінің точкасы болады, яғни 1.0 өзінің обычный скоросты десеңде болады достар. Енді маған мынау бір не ұнамай тұр, қысқасын айтқанда мынау бам деген виджет ұнамай тұр. Бұны алып тастау үшін мында барандағы неден нет деген бассам болды. Яғни ол ешқандай да спец эффекті жоқ жаңағыдай. Енді басқасына кіріп кетейік. Повернуть зеркальное отражение, яғни өзіңіз қалаған жеріңізден поворот ете саласыз. Мысалы былай қойып жоғалады. Мынандайлар бар, яғни наоборот былай деген сияқтаныстар. Енді өзіңіз оны қойып аласыз. Әрине ол әркімге әртүрлі болады. Енді тағы да басайық. Так, бізде келесі оттенок цвета. Оттенок цвета деген бұл енді спец эффекті. Короче, спец эффекті болғанда осындай керемет нәрсе. Мысалы мынандай, яғни қалай айтады, эффекті дейме, бір нәрсе дейді. Мысалы бір нәрсе оқпаңызда осындай эффектілер қосып қойыңызға болады, бірақ маған обычный өзіме ұнайды. Және де келесі тағы да ары қарай көшейік. Настройка цвета. Настройка цвета, мысалы цвет өзгертуіңізге болады мына жерден. Мысалы өзіңізге ұнамай тұрса, аппақ қылыңыз десе ақ қылып тастайсыз. Әртүрлі керемет программа жалпы видеомонтажға. Бұл программаның сілтемесі төменде болатын болады, тастар өздеріңіз жазып алыңыздар. Енді міне осындай керемет. Енді келесі таныстырып ары қарай. Агибающая уровня дейді. Бұл жалпы дауыстың уровені жалпы. Бұл негізі осылай тұра берген дұрыс болар достар. Мінекей қараңыз, мысалы мен былай қоямын үстіге. Дауыс осы басталған жерден қатты шығып кетеді да, ақырындайды, қараңыз. Салам алейкум жеги. Алейкум ассалам. Осылай ақырындатып не істейтін нәрсе. Жалпы бұл керек емес деп ойлаймын. Мен осы өзінің орташа жылдамдығы нормальный маған, мынау вообще қуып кетті достар. Енді бұны қалай қайтатынын шынымды айтайын, өзім білмеймін. Енді үйреніп келе жатқан соң ренжімес сіздер деп ойлаймын. Достар, короче осындай. Енді басынан бастап істеу керек. Да, басынан бастап сіз. Енді тағы да не істеуге болады бұл мен. Енді мына жақта астыға түсе берсеңіздер аудиофильтр деген бар. Ол өте керемет. Мысалы бурундуктың дауысын салуға болады, роботтікін. Мінекей қараңыз, мысалы дауысымыз осылай көрсетеді. Салам алейкум жеги. Алейкум ассалам. Мынандай бар мысалға. Осылай отсутствует тоқсан ешқандай звуксыз болады. Енді келесіге көшсек винетка. Винетка деген мысалы жан-жағыңызды қарағым мынандай торлар пайда болады. Осы бұл деген винетка деп аталады. Жалпы осындай мінекей видео соңынан. Яғни рамка қап-қара болып тұрады. Ал енді мына жаққа кіріп кететін болсақ, вырез жаңағы мына бір спецэффекті. Енді болды достар, біз немен таныстық, яғни видеоның настройкасымен таныстық достар. Бүгінгі айтарым осы, менің айтарым осы, бір видео монтаж жасау айту керек болған болатын. Тағы да қандай видео қалағыңыз келсе, андроидқа қандай видеолар көргіңіз келсе, бір видео көргіңіз келсе, комментарийға өз ойыңызды жазып кетіңіз. Және де қандай видео түсірейін, алдағы уақытта қандай монтаждарды түсірейін, сол жайлы өзіңіздің ойыңызды жазып кетіңіз. Яғни айтыңыз, мен түсіретін боламын достар. Ендеше сіздермен болған Sako Case арнасы. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басыңыздар. Қош сау болыңыздар достар.